балақай. Қалың қалай? Жақсы ма? Әлде керемет пе? Керемет болса жақсы. Ал бүгін саған қонаққа сенің сүйікті кейіпкерің Микки келеді. Оны сағындың ба? Жақсы, сағынсаң, Миккиді ортаға шақырайық. Ол құстай ұшып келе жатыр екен. Қане, міне келді. Сәлем, балақай. Қалайсың? Сені көргеніме қуаныштымын. Микки сені қатты сағынып қалыпты, балақай. Біз де оны сағындық, иә? Қане, Миккиға сағынғаныңды көрсетші. Қалай көрсетеміз? Оны жақсылап тұрып құшақтаймыз. Ал жақсы, Микки. Балақай ертегі тосып отыр. Бүгін оған қандай ертегі айтамыз? Балақай, қазір өте қызық ертегі бастаймын. Қане берірек жақында. Экраннан алыстама. Бір кеште бөлме іші тым-тырыс еді. Ойыншықтар сөресінде барлық ойыншықтар ұйқыға кетпекші болып дайындалып жатады. Тек біреу жылап отырады. Тыңдаңдаршы. Біреу жылап жатқан сияқты. Бұл кім болды екен? Микки бөлмені аралап, дауыс шыққан жаққа қарай кетеді. Шаң басқан кітаптардың арасынан жылап отырған ойыншықты көреді. Сен неге бұл жерде жалғыз өзің отырсың? Мені бұл арада барлығы ұмытып кетті. Ешкім мені керек қылмайды. Олай деме. Жалғыз қалу қиын екенін білемін. Бірақ сен жалғыз емессің. Деп, Микки сәл ойланып тұрады да. Достар, тез бері келіңдер. Не болды, Микки? Мына ойыншық жылап отыр. Неге сен жылайсың? Себебі мені барлығы ұмытып кетті. Мен ешкімге керек емеспін. Сол кезде тотығыз жүгіріп келіп. Қалайша керек емессің? Біз сені енді танып жатырмыз ғой. Жылама, енді жалғыз емессің. Сол сәтте барлығы ойыншықты қоршап алып, оған жылы сөздер айта бастайды. Сен ерекшесің. Квак-квак, сенімен ойнау қызық болады. Алақай, біз енді бәріміз біргеміз. Бұл сөздерден кейін жалғыз өзі қалған ойыншықтың көздері күлімсіреп, жүзіне күлкі үйіріледі. Шынымен бе? Мен жалғыз емеспін бе? Иә, енді жалғыз емессің. Барлығымыз бірге доспыз. Олар барлығы бірге ойнай бастайды. Ал бөлме іші күлкіге толды. Ал жылаған ойыншық ең бақытты ойыншыққа айналды. Балақай, сенде бұрышта жалғыз өзі қалып қалған ойыншығың бар ма? Егер бар болса, бүгін оны құшақтауды ұмытпа. Міндетті түрде құшақта, жарай ма? Ал жақсы, сау бол. Келесі кездескенше. Ал балақай, бүгін саған Миккидің ертегісі ұнады ма? Ұнаса, Миккиге міндетті түрде лайк бас. Жарай ма? Және тіркелуді ұмытпа. Ал енді мен де сенімен қоштасамын. Келесі кездескенше.